Табиғи сұлулық пен жастықты ұзақ сақтағанға не жетсін? Ол үшін әрине ағзаға қолдау мен көмек керек. Денсаулық мықты, ағза сау, жасушалар жас болуы үшін қыз-келіншектерге мына витаминдерге басымдық беру керек. Кальций. Әйелдердің 82% жасы ұлғайғанда остеопорозға шалдығады екен. Тік кеуде, берік сүйек, мығым жүріс, түзу қаңқаны сақтау, тіс пен тырнақты да сау сақтау үшін кальций керек. Оның күндік мөлшері 1000-1250 мг сақтасаңыз, сүт безі обырының даму қаупін 20%-ға азайтасыз. Кальцийді ағза толық сіңіру үшін бірнеше бөлікке бөліп ішкен жөн. Кальций сүт өнімдері, бадам, жасыл көкөністерде, қырыққабат брокколиде көп. Бұған қоса дәріханалық препараттарды қабылдау керек. Темір. Гемоглобин құрамындағы бұл микроэлемент жасушаларға оттегі жеткізуге қатысады. Етеккір кезінде қанмен бірге темірдің біршама бөлігін жоғалтатындықтан, әйелдер ерлерге қарағанда шаршағыштыққа 3 есе жиі шалдығады. Қыз-келіншектерге күніне 8-18 мг темір керек. Темір ет, балық, құс етінде мол әрі сіңімді. Дәндер мен бұршақтар, С витамині бар көкөністе көп. Әсіресе саумалдық пен анар құрамындағы темір әйелдерге жағымды. Д витамині. Кальций мен фосфордың ағзаға сіңуін реттейтін биологиялық белсенді зат. Ағзаға витамин ретінде жүктеледі, бірақ жұмыс істеу принципі бойынша гормондарға көбірек ұқсайды. Ол кальциймен бірлесе жұмыс істейді, остеопороздың алдын алады. Сүт безі, ішек және аналық без обырының алдын алады. Ағзаны суық тиюден, тіс жегіден қорғайды. Сынықтардың бітуін тездетеді. Егде жаста жүрек қан тамыры сырқаттарының даму қаупін 2 есе төмендетеді. 19-50 жаста 400, 50 жастан кейін 600 ме мөлшерінде қабылдау керек. Д витамині майлы балықта, жұмыртқаның сары уызында, уылдырықта, сүтте болады. Күн көзі әсерімен де синтезделеді. Сондықтан ауа бұлтты болса да, күнделікті таза ауада серуендеу керек. Антиоксиданттар. Бұл қартаюды тежейтін еркін радикалдармен күресетін заттар. Ағзадағы қышқылдану процесін баяулатады. Әйел үшін соның ликопен мен антоциан түрі ерекше пайдалы. Ликопен сүт безі және жатыр мойны обырының дамуын тежейді. Жүрек қан тамыр сырқаттары кезінде пайдалы. Антоциандар жұқпалармен, цистит және тіс жегімен күреседі. Оның белгілі мөлшері жоқ, күн сайын тұтынған дұрыс. Ликопен томатта, антоциандар мүкжидекте мол. Омега-3. Бұл қанықпаған майлы қышқылдары жақсы холестерин деңгейін көтереді, жаман холестеринді азайтады. Сол арқылы инсульт пен инфаркт қаупін азайтады. Болашақ баланың ақыл ойына да жағымды әсер етеді. Майлы қышқылдар көңіл күйді көтереді. Ол ағзада түзілмейді. Оларды біз аспен бірге қабылдаймыз. Күнделікті мөлшері 1-1 грамм болғаны дұрыс. Фолий қышқылы. Бұл В9 витамині. Ағзаға аспен бірге түседі. Ішек микрофлорасымен де синтезделеді. В9 өте маңызды, әрі аса тапшы элемент. Зерттеулер бойынша В9 адамдардың 10%-ында тапшы. Ал күнделікті мөлшері 400 микрограмм. Фолий қышқылының атқаратын қызметі ұшан теңіз. Ағзаның барлық дерлік жұмысына қатысады. Ол саумалдық, көкжуа, қырыққабат, жаңғақтарда, бұршақ, құрақымық, сұлыда мол. Ағзаны осы витаминдермен қамтамасыз ету арқылы
әйел тән мен жан саулығын қатар сақтай алады.